Сәлем достар, мен сіздермен бүгін оқтаусыз жасалатын балды торттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Сынбайтын, жыртылмайтын, дәл осы видеодағыдай шығатын корждардың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 300 грамм әселімізді водяной баняда сода қосып ерітіп аламыз. Әселіміз еріп болғаннан кейін осындай көпіріп, көтеріліп тұрады. Және әсел еріп болғаннан кейін сармайымызды салып ертеміз. Міне осындай сұйық болады. Оны суытатын боламыз. Келесіде 4 жұмыртқамызды жарып, қантымызды салып, көпіргенше миксерлейтін боламыз. Жұмыртқа мен қантымыз миксерлеп, осылай көтеріліп, көпіріп шығады. Келесі суыған массамызды салатын боламыз. Оны миксерлейміз. Келесі електің көмегімен ұнымызды салып, миксерлейтін боламыз. Міне балды тортымыздың қамыры дайын болды. Осындай сұйықтықта болады. Келесі пергамент қағазға 2 ас қасықтан салып, бір бетін тегістеп, қызып тұрған пеште 180 градуста 5 минуттай пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз дайын болды. Енді жан-жағын артық болған жерлерін кесіп алып тастаймыз. Менде 6 корж болды. Енді бір коржын бетін әсемдеу үшін ұнтақтап аламын. Біздің жыртылмайтын, сынбайтын корждарымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептімен жасап көріңіздер. Мен қайнатпалы кремді пайдаландым. Әр қабатына осы кремді жағып, тортымызды құрастыратын боламыз. Қайнатпалы кремнің рецебін мен астында сілтемесін қалдырып кетемін. Осындай қою, өзінің формасын ұстап тұратындай болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де осы рецепт ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.